Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бізде бүгін Қазақстан тарихы пәнінен кезекті сабағымыз. Бүгін біз Әбілқайыр хандығы, Алтын Ордадан бөлінген Ноғай ордасы және Сібір хандығының тарихымен танысатын боламыз. Алғашқы қарастыратын мемлекет бұл Әбілқайыр хандығы. Өмір сүрген уақыты жылдармен беріледі: 1428-1468 жылдар. Ал ендеше кеттік. Әбілқайыр хандығының құрылуы. Жалпы бізде біле білсеңіздер, алдыңғы сабақта біз Ақ Орда мемлекетінің тарихын өткен кезде соңғы ханы Барақ хан 1428-де қайтыс болғаннан кейін билік Шайбан әулетіне келеді дедік. Нақты айтқанда Шайбанның ұрпағы Әбілқайыр хан билікке келеді. Осылайша бізде Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында көшпелі өзбектер мемлекеті құрылады. Бұл мемлекеттің қалыптасуы Ақ Орда мемлекетінің құлауымен байланысты екен. 1428 жылы Әбілқайыр хан Шығыс Дешті Қыпшақтың бас ханы атанып, көшпелі өзбектер мемлекетінің ханы атанады. Бұл мемлекеттің территориясы Шығыс Дешті Қыпшақ, ал нақтылап айтқан кезде батысында Жайық өзені, шығысында Балқаш көлі, оңтүстігінде Сырдарияның төменгі ағысы және де солтүстігінде Ертіс өзеніне дейін жеткен болатын. Бұл мемлекеттің жалпы халқы Қыпшақ, Қарлұқ және түркіленген Моңғол тайпаларынан тұрды. 14 ғасырдың соңы мен 15 ғасырдың бірінші жартысында бұл тайпалардың жалпылама атауы өзбектер деп аталған екен. Бұл өзбек деген атау қаяқтан келді? Бұл алдыңғы сабақта өтілген Алтын Орда мемлекетінің ханы бар еді, ол өзбек хан 1312 және де 42 жылдары билік еткен. Сол ханның атына байланысты Дешті Қыпшақтағы барлық халықтың атауы өзбектер деп аталып кеткен екен. Енді саяси тарихына тоқтала кетейік. Әбілқайыр хан көптеген жорықтар жасайды. Бүкіл өзінің территориясында, мысалға Орталық Азия мен Қазақстанның оңтүстігіне ол басқыншылық соғыстарын жасап, Хорезм территориясын, яғни Амударияның төменгі ағысын және де Сырдарияның бірнеше қалаларын басып алған болатын. Сөйтіп Сығанақ қаласын мемлекеттің орталығына айналады. Енді бұл Хорезм, Сырдария өңірлерін кімнен тартып алды? Бұл Әмір Темір ұрпақтары бар еді ғой, әлсіреп кеткен Әмір Темір қайтыс болғаннан кейін, солардан тартып алған екен. Сөйтіп бізде мінекей 15 ғасырдың 50 жылдары, яғни 1450 жылдары Әбілқайыр хан Әмір Темір ұрпақтарының ішкі алауыздықтарына араласа отырып, Мауреннахрға шапқыншылық жасап, Хорезм және Сырдария бойындағы біршама қалаларды басып алған. Бірақ ең өкініштісі, оқушылар, бұл Әбілқайырдың ең соңғы жеңістері болатын. Өйткені бізде ойраптар Әбілқайыр хандығына шапқыншылық жасап, Өстемір Тайшы бастаған Сығанақ маңында 1457 жылы бізде ойраптар мен өзбектер арасында соғыс болады. Ол соғыстың нәтижесінде бізде Әбілқайыр хандығы ойсырата жеңіліп, ойраптар жеңіске жетеді. Сөйтіп ойраптар жеңіске жеткеннен кейін, ол мынау Сырдарияның бүкіл алқабындағы Сығанақ, Түркістан, Ташкент, Отырар деген секілді барлық қалаларын басып тонап кетеді. Және де Әбілқайыр хан осының барлығына қарап қалады. Осының барлығына көнуіне тура келеді, өйткені соғыстан жеңіліп қалды. Және де тағы бір дерек, Әбілқайыр хан осы ойраттарға өте үлкен көлемде алым салық белгілеп отыруға келіскен болатын. Бұл өз кезегінде мемлекеттің ішінде халық арасында Әбілқайыр ханның беделінің төмендеп түсуіне әкеліп соғады екен. Енді Әбілқайыр хан салықты кімдерден алып төледі? Ойраттарға, конечно же, халықтан алып төледі. Соған бізде халықтың наразылығы туылып, бізде Керей мен Жәнібек сұлтандар 15 ғасырдың 50 жылдарында бөлініп кетеді екен. Әбілқайыр хандығына қаяққа бөлінеді? Моғолстанның территориясына, Жетісу территориясына келіп, кейін сол жерде Қазақ хандығын құрады. Оны көрген, естіген Әбілқайыр хан өте ашуланып, ызаланып, 1468 жылы Моғолстанға жорыққа аттанбақшы болады. Бірақ жорық барысында ауа райының суықтап кетуіне байланысты 2 апталап төсек тартып ауырып қалып, сол жорық барысында қайтыс болады. Ол қайтыс болғаннан кейін оның әскерлері жорықты жалғастырмай қайтқан, артқа шегінген болатын. Оны пайдаланған қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібек Әбілқайырдың қайтыс болуына байланысты және оның ұрпақтары арасында саяси билік үшін күрестің басталғанына байланысты соны дер кезінде пайдаланып Шығыс Дешті Қыпшақты басып алған болатын. Яғни Шайбани әулетін қуып жіберген болатын. Шайбани әулетіндегі осы Әбілқайырдың ұрпақтарынан ішінен ең беделдісі, ең күштісі бұл Мұхаммед Шайбани болды. Ол жаңағы шегініп кетті Шығыс Дешті Қыпшақ жерінен, Мауреннахр жерінен, бірақ саяси күрестен бас тартқан жоқ екен. Ол бізде қайға көшті? Ол мынау
Мауреннахр территориясында Әмір Темір ұрпақтарының әлсірегенін пайдаланып, Мауреннахр жерінде өзінің мемлекетін негізін қалайды. Шайбанидтер мемлекеті деген, сөйтіп бізде Самарқан Бұхара қалаларын басып алып, Самарқанды өзінің бас ордасы етіп жариялап алады екен. Сөйтіп бізде Мауреннахр территориясында 16 ғасырдың басынан бастап 16 ғасырдың соңына дейін Шайбани әулеті билік құрған болатын. Мінекей мынау картаға қарайтын болсақ, мынау Әмір Темір мемлекетінің территориясын, яғни Мауреннахр жерін толығымен басып алған кімдер дедік? Бұл Шайбан әулеті, яғни Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани екен. Келесі біз қарастыратын мемлекет бұл Ноғай ордасы. Бұл мемлекеттің құрылуы бізде Алтын орданың құлауымен, Ақ орданың әлсіреуімен байланысты екен. Яғни осылайша Алтын орда құлайды және Ақ орданың территориясы азайып әлсірегеніне байланысты Ноғай ордасы деген мемлекет пайда болады. Бұл мемлекеттің территориясы Еділ өзені мен Жайық өзенінің аралығы екен. Орталығы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласы болған екен. Бұл мемлекеттің негізі атауы Ноғай деген Алтын орданың белгілі Бекілербегі биі Ноғай есіміне байланысты қойылған екен. Ал жалпы мынау бізде осы Ноғай ордасының екінші атауы бұл Маңғыт елі екен. Өйткені ноғайлардың бас халқы бұл Маңғыт жұрты, яғни Маңғыт тайпасы болған. Маңғыт тайпасы бізде моңғолдар Қазақстан территориясын басып алғаннан кейін түркілер және моңғолдар араласып бізде жаңа этникалық топтар пайда болады. Олар қандай? Барлас, яғни Әмір Темір шыққан ру және де Маңғыт ноғайлардың жұртын, халқын құраған ру екен. Кейін бізде Ноғай ордасын Едіге би басқарған кезде, Едіге тоже бізде негізінде Алтын ордадағы Бекілербек қызметін, лауазымын атқарған тұлға болатын. Едіге тұсында бізде Ноғай ордасы толығымен Алтын ордадан бөлініп бастаған болатын. Ал жалпылама Ноғай ордасы тәуелсіздігін алған Ноғай ордасының билеушісі бұл бізде осы Едігенің ұлы Нұрадиннің тұсында болған екен. 15 ғасырдың ортасында Нұрадин билік еткен кезде Ноғай ордасы толығымен тәуелсіз елге айналды. Жалпы Ноғай ордасының территориясы әр уақытта әрқалай өзгеріп отырды, бірақ жалпылама айтқан кезде бұл жаңағы айттық, Еділ мен Жайықтың аралығы. Кейбір уақыттарда 15 ғасырдың екінші жартысында ноғайлар өзбектердің жеріне қарай кіріп, кейбір Әбілқайыр хандығының территориясын басып алған болатын. Сонымен қатар Ноғай ордасы бізде бірнеше ұлыстардан, яғни бірнеше әкімшілік аумақтардан тұрып, ол жерлерде бізде мырзалар билік еткен екен, яғни түркі тайпаларының басшылары, оларды мырзалар деп атаған. Әрбір мырза өз иелігінде шексіз билікке ие болып және алым салық алып отырған болатын. Бұл мемлекеттегі басты билеуші орган бұл үлкен кеңес деп аталады. Мысалы, Қазақ хандығында басты орган бұл құрылтай болса, Ноғай ордасында бұл үлкен кеңесе, ол үлкен кеңесе кімдер кірді? Бұл ақсүйектер, сол тайпаның мырзалары және де Едігенің ұрпақтары. Оларды бізде билер деп атаған. Жалпы бізде Ноғай ордасындағы бас билеушінің лауазымы хан емес, сұлтан емес, би деп аталған. Едіге би, Нұрадин би деп. Кейін бізде 16 ғасырдың басында Ноғай ордасында құлдырау кезеңі басталады. 16 ғасырдың 50-ші жылдары Қазан, Астрахан хандықтары бар ғой, Алтын ордадан тоже бөлінген, оларды орыс мемлекеті басып алады. Кейін Ноғай ордасы бірнеше дербес елдерге бөлініп, кейбір территориясы орыстарға көшіп кетеді, ал кейбір территориясы Қазақ хандығына көшіп кеткен болатын. Ол кезде бізде Хақназар ханның тұсында бізде Ноғай ордасының көптеген тайпалары, рулары бізде кіші жүздің құрамына еніп кеткен болатын. Едіге батыр, Қамбар батыр, Ер тарғын деген секілді батырлық эпостық жырлар бұл Ноғай ордасының өркендеу дәуіріне жататын, оның басты ескерткіш белгілері болып табылады екен. Келесі бізде Сібір хандығы. Сібір хандығы бізде толығымен Әбілқайыр хандығы құлағаннан кейін қалыптасады. Яғни 1468 жылы ғасырмен айтсақ, 15 ғасырдың екінші ширегінде бұл мемлекеттің территориясы бұл Батыс Сібір аймағы, яғни Ресейдің үлкен территориясы Сібір аймағы мен солтүстік Қазақстан екен. Негізінде Алтын Орда мемлекетінің құрамында болған кезде бұл территориялар, бұл жерлер негізінде Жошы ұлысының құрамындағы Шайбан әулетіне тиесілі болған. Жошының бізде 5-ші баласы бар, Шайбан. Шайбанның әулеттері бұл территорияда билік етті. Кейін бізде мынау Әбілқайыр хандығы толығымен құлағаннан кейін бұл Сібір хандығының
территориясын айналып бізде бұл мемлекет құрылады. Бұл мемлекеттің халқын түркі тілдес тайпалар құрды, және де орталығы Чимгитура, қазіргі Түмен қаласы, кейін Іскер қаласына ауысады 15 ғасырдың ортасында. Хандықтың негізін Шайбан ұрпағы Ибақ хан салады. Оның тұсында Сібір хандығы қазақ хандары Керей мен Жәнібекпен және де орыс патшасымен достық қарым-қатынастар орнатқан болатын, және де бірақ Ибақ хан өлгеннен кейін бізде сол біз айтқан ноғайларда мырзалар болды, тура сол секілді Сібір хандықтарының құрамында да осы түркі ру басылары мырзалар болып, нақты айтқан кезде Тайбұға әулетінен шыққан мырзалар билікті басып алады Шыңғыс хан ұрпақтарынан. Кейбір уақытта сөйтіп Сібір мырзалары басымдыққа ие болады Тайбұға әулеті. Бірақ 1563 жылы осы Ибақтың немересі Көшім билікке келеді, бірақ оның тұсында ол қазақ хандарымен соғысуды шешеді, және де орыс патшалығымен өзінің достық қарым-қатынастарын бұзады екен. Бұл өзінің кері әсерін беріп, 1581-83 жылы атаман Ермак бастаған орыс казактар дегеніміз бұл орыстардың әскерлері екен, орыс патшасының әскерлерін казактар деп атаған, Іскер қаласын және де барлық Көшімнің еріктерін басып алған екен осы жылдары. Сөйтіп Көшім жеңіліске ұшырап, бізде толығымен Сібір, Батыс Сібір аумағы Ресейдің құрамына, яғни орыстарға көшіп кетсе, солтүстік Қазақстандағы өмір сүрген түркі тілдес Сібір хандығын құраған тайпалары Қазақ хандығының құрамына енген болатын. Мінекей оқушылар, бізде Сібір хандығының территориясы солтүстік Қазақстан, ал үсті, яғни солтүстігі бұл Ресейдің үлкен бөлігін құрады. Ноғай ордасының территориясы, мына жерде Еділден Жайыққа дейін орталығы Сарайшық қаласы болған екен. Бүгінгі тақырыпты оқушылар мынандай бір керемет сөзбен аяқтағым келіп отыр. Харви Маккейдің жетістікке жетудің құпиясы тек әрекетте. Тек әрекет еткен тұста оқушылар сіздер жетістікке жетесіздер. Бір дегені 1045 рет ойлағаннан пайда жоқ. Оған не істеу керек? Әрекет ету керек. Ал ендеше оқушылар, сау болыңыздар, келесі сабақ кездескенше.